оқушылар, Мюстенберг әдісі бойынша берілген әріптердің ішінен мағынасы бар сөздерді тауып, бүгінгі тақырыпты ашып алайық. Балалар, біз бүгінгі тақырыбымызды анықтап алдық. Теңдік және теңсіздік, санды және әріпті өрнек. Енді қараңдар балалар, осы сөздердің ішінде қандай жұрнақ, жалғаулар, жалғанған сөздерге. Қанеки, соны анықтап алайықшы. Теңдік түбірінен алдық бұл жұрнағы. Сәлеметсіздер ме балалар? Есімім Бекмұрат. Мен бүгін сіздердің сабақтарыңызға физика жайлы ақпарат беруге келдім. Менің бүгінгі сіздерге ақпаратым, міне, сіздер үшін таразы, ал физикада бұл динамометр болып есептеледі. Яғни бір жағы динамометр, бір жағы таразы болады екен. Таразы бізде массаны өлшесе, динамометр бір жағы ол күшті өлшейді екен. Яғни біздің атқарып жатқан жұмыстың күшін өлшеуі мүмкін. Енді сол себепті мен сіздерге кішкене эксперименттің бір жөнін алып келдім. Бұл бізде сіздердің алдарыңызда тұрған қобдиша, қызыл қобдишаның ішінде 3 түрлі металл бар. Біріншісі сары мыс болса, сарысы бізде мыс, сарысы мыс. Одан кейін ақшыл күміс түсі, бұл күміске ұқсайтын алюминий болады екен. Енді соңғысы өте ауыр секілді көрінеді, және түсі де ерекше, бұл бізде темір. Енді қарасақ, үшеуінің де көлемі бірдей. Қане, балалар, өлшеп көрейікші, таразыға салып, бұның сан мәні қанша екенін көрейікші. Бірінші сарысын алайық. Сарысын алыңыздар. Сарысын ілеміз. Таразының ең төбесіне ұстаймыз, мына жерден. Сіздер үшін таразыны. Іліп қойып қараңыздар. Неше көрсетіп тұр? Неше көрсетіп тұр, балалар? Оң жағындағы. 80 көрсетіп тұр. Жарайсың, Мира, 80 көрсетіп тұр. Ендеше бұл біріншісі. Жазып қоямыз. Біріншісі 80 деп көрсетейік, мінекей. Яғни мыстың массасы 80 грамм екен. Біз бұл жерде енді екіншісін өлшейік. Алюминийді алыңыздар. Өте жылтыр күміс түсін ала қойыңыздар. Ілеміз. Қанша? 40. Жақсы, жазамыз. 40 деп жазамыз. 40 деп жазамыз. Бұл бізде алюминий болды, бізде мыс болды. Енді біз темірдікін анықтайық. Балалар, енді сіздер өздеріңіз анықтаңыздар, темірдікі қанша екен? 80 болып тұр екен. Енді біз теңдік пен теңсіздікті құрып көрейік. Бұл жерде салыстыралық. Біздің жаңа ғана өлшеген мәнімізді алып, бір-біріне салыстырып көрейік. Темірдікі мен мыстың массасын өлшеп көрейік. Яғни бізде 80 грамм мен 80 грамм бір-біріне не екен? Тең екен. Ал енді салыстырмалы түрде алюминий мен мысты алып көрейікші кәдім. Алюминийдікі бізде, мыстікі біздікі 80, алюминийдікі 40. Тең ба бір-біріне? Жоқ. Оқушылар қараңдар, алдарында A4 қағазында әртүрлі өрнектер, сандар берілген, тапсырмалар. Соны мына көрсетілген стаканның сыртындағы атауын орнына табасыңдар. Қайсы теңдік, қайсы теңсіздік, қайсы өрнек, қайсы әріпті өрнек екенін орналастырыңдар. Бұл тапсырмада санды өрнек 64 қосу 2, әріпті өрнек 74 қосу А.
Құрметті оқушылар, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Балалар, қазір біз сендермен қақпаға доптарды саламыз. Сендердің бүгінгі өтіп жатқан тақырыптарың санды өрнектер және әріпті өрнектер ғой. Соған қатысты қазір мынау қақпаларға біз мына жақта не көріп тұрсыңдар, әріпті өрнектер, мына жақта санды өрнектер. Мына жерде міне өрнектер берілген. Осыны ажыратып, санды әріпті өрнектерге және санды өрнектерге саламыз. Әріпті өрнектердің мәнін табасыңдар, сосын түсіндіре кетейін бір жолата. Ал қақпаға кім доп салғысы келеді, бара ғой, Талшын. Тамаша, өте жақсы. Кәне бағалап қояйықшы балалар, алдарында міне таяқшаларды көтере қойыңдаршы. Егер де Талшын дұрыс салған болса, онда жасыл алақанды көтеріңдер, кәне көрсетіңдерші барып кәне. Тамаша. Әріпті өрнек бұл бізде Б қосу жақша 12 қосу 40. Al шығара қояйық Мирас. Бірінші қайсысын орындаймыз? Жақша ішінде орындаймыз. Тамаша. Қанша болады? Мен сендерге алдарына өрнектерді бердім, иә? Сол өрнектерді қолданып, теңсіздік құрастырамыз. Теңсіздікті құрастыру үшін бізге қол құралымдар керек.